939 есептің біріншісін шығарайық. Сандарының қайсылары мына бір теңсіздіктің шешімі болады деді. Теңсіздігімізді шешіп алайық. 9 азайтылған 2х үлкен немесе тең 12 санынан. 2х үлкен немесе тең 12 азайтылған 9. Сонда минус 2х 3 болады. Х-тің нәтижесі сонда минус 1,5-ке тең екен. Енді х санымыз минус 1,5-ке тең немесе одан кіші сандар болу керек. Енді сол аралыққа қарайық. Минус 3 саны минус 1,5 санынан кіші. Сондықтан да бұл қанағаттандырады. Яғни жауап ретінде біз минус 3 санын аламыз және тең болу керек дедік. Сонда 1,5 минус, ал 2 санын ала алмаймыз. Себебі 2 саны минус 1,5 санынан үлкен болып кетеді. Келесі екінші есебін шығарайық. 3х минус 5 кіші және тең 7 санынан. Теңсіздігімізді орындайық. 7 плюс 5 болады. 3х 12-ке тең. Х-тің нәтижесі 4-ке тең екен. Яғни х-іміз 4 санынан кіші немесе тең болады. Сонда жауап ретінде біз бір санын аламыз, яғни теңсіздікті қанағаттандырады. Бірді қоятын болсақ, х-тің орнына 8-ді қоятын болсақ, теңсіздігіміз қанағаттана алмайды. Сондықтан да осы 8-ді жауап ретінде қарастыра алмаймыз. 2 санын аламыз және 3 санын алады екенбіз. Сонда жауабы 1, 2, 3 болады екен. Келесі 940 есебіміз. Біріншісі 3х үлкен немесе тең 18 санынан. Х-тің нәтижесі 18 санын 3-ке бөлем, сонда х үлкен немесе тең минус 6-дан болады. Сан аралығында көрсететін болсақ, минус 6-дан плюс шексіздікке қарай ұмтылады. Сонда минус 6 мен плюс шексіздік аралығы болады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Минус 8х кіші немесе тең 32 санынан. Х-іміз минус болғандықтан тамырын ауыстырып жіберем. Сонда 32 саны минус 8-ге бөлетін болсақ, х үлкен немесе тең минус 4-тен болады. Сонда жауабы минус 4-тен плюс шексіздік аралығы екен. Минус 4 бізде тік жақша болады. Келесі үшіншісін шығарайық. 5y үлкен немесе тең 16 санынан. Сонда y-тің жауабы 16 санын 5-ке бөлетін болса 3,2-ке тең болады. Сонда жауабы 3,2-ден плюс шексіздік аралығы екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 6,5y үлкен 13 санынан. Y-тің нәтижесі 13 санын 6,5-ке бөлетін болсақ, 2-ке тең болады. Онда жауабы 2-ден плюс шексіздік аралығы екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 8х үлкен немесе тең 24 санынан. Сонда х-тің нәтижесі тең болады 3-ке. Жауабын алатын болсақ, 3-ден плюс шексіздік аралығы екен. Келесі алтыншысын шығарайық. 7,5х кіші және тең 30 санынан. Х-тің нәтижесі 30-ды бөлеміз 7,5-ке. Онда нәтижесі 4-ке тең болады. Ал жауабы минус шексіздіктен 4-ке дейінгі аралық болады екен. Келесі 941 есептің біріншісін шығарайық. Х минус 3 кіші және тең 11 санынан. Х-тің нәтижесін табайық. Х кіші және тең 11 қосылған 3 болады. Оның нәтижесі 14-ке тең болады екен. Келесі екіншісін шығарамыз. Минус 3 үлкен y минус 4-тен. Сонда
минус 4 санын плюсқа өткізетін болсақ, минус 3-ке қосамыз 4-ті, нәтижесі 1 болады. Сонда y санымыз 1-ден үлкен болады екен. Келесі үшінші есеп шығарайық. X қосылған 5 үлкен минус 3-тен. X-тің нәтижесі минус 3, минус 5 болады, нәтижесі минус 8-ге тең болады екен. Келесі төртіншісі 2y үлкен кіші және тең y қосылған 8-ден. Y-терді бір жаққа жинақтаймыз, сонда 2y-тан y-ті азайтатын болсақ, y болады кіші және тең 8 санынан. Келесі бесіншісін шығарайық. 11 үлкен және тең x қосылған 2-ден. Так, минус болып өтеді x саны, сонда 9 болады. 9 үлкен және тең 2 санынан. Келесі алтыншысын шығарайық. 3y үлкен 5y қосылған 4-тен. Минус болып өткізетін болса, минус 2y үлкен 4-тен болады. Сонда y-іміз кіші болады, минус 2 санынан болады екен. Келесі 942 есептің біріншісін шығарайық. X минус 3 үлкен және тең 13 санынан. Нәтижесін табайық. X үлкен және тең 13 қосылған 3 болатын болса, минус 10-ға тең болады. Координаталық түзуде кескіндеу керекпіз жауабын. Минус 10 санын белгілейік. Бұл бізде плюс шексіздік аралығына қарай ұмтылады екен. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісі x қосылған 1 кіші және тең 9 санынан. X нәтижесін табатын болсақ, минус болып өтеді, сондықтан да 8-ге тең болады. Өрнектейік, 8-ді бояйымыз. Ол бізде минус шексіздік аралығына қарай ұмтылады екен. Келесі үшіншісі x қосылған 3 үлкен 5-тен. X үлкен, сонда 2-ден болады. Жауабын алайық. 2 санын қабылдамайды, 2-нің өзін қоямыз. Ол бізде плюс шексіздікке қарай ұмтылады. Келесі төртіншісін шығарайық. 2x қосылған 7 кіші 11-ден. 2x кіші азайтатын болсақ, так, 4-ке тең болады. X кіші 2 болады. Сонда жауабы 2 болатын болса, минус шексіздік аралығы екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 4x қосылған 5 кіші және тең 21 санынан. 4x кіші және тең 21-ден азайтамыз 5 санын, ол бізде 16-ға тең болады. Ал x-тің нәтижесі 16-ны бөлеміз 4-ке, ол 4-ке тең екен. Сан аралығында белгілейік. 4 минус шексіздік аралығы екен. Келесі 6-шысын шығарамыз. 9x минус 7 үлкен минус 25-тен. 9x үлкен минус 25 қосылған 7. 9x сонда минус 18-ге тең болады. Ал 18-ді 9-ға бөлетін болсақ, нәтижесі минус 2-ге тең болады. Минус 2-ден плюс шексіздік аралығы екен жауап. Келесі 943 есептің біріншісін шығарайық. 3x минус 7 кіші x қосылған 1. X-тарды бір жаққа жинақтаймыз, сонда 3x азайтылған x болады, ол нәтижесі 2x-қа тең. Кіші 1 қосылған 7, оның нәтижесі 8-ге тең болады. Сонда x-тің нәтижесі 8 бөлінген 2, 4-ке тең. X саны 4 санынан кіші сандар болады екен. Келесі екіншісі 2 қосылған x үлкен 8 минус x. X-терді бір жаққа жинақтайық. Сонда плюс болады 2x үлкен 8-ден 2 санын азайтатын болсақ, 6-ға тең болады. Сонда 6-ны 2-ке бөлетін болсақ,
x саны үлкен болады 3-тен. Келесі үшіншісін шығарайық. 1 минус x кіші және тең 2x азайтылған 5-тен. Яққа өткізіп жіберетін болсақ, минус 3x болады. Кіші және тең минус 5, минус 1, минус 6-ға тең болады екен. Минус 3 санына бөліп жіберетін болсақ, үлкен және тең 2 санынан болады екен. Яғни x-іміз үлкен және тең 2 санынан. Келесі төртіншісі 2x қосылған 1 үлкен x қосылған 6. Өткізіп жіберетін болсақ, x болады үлкен минус плюс 5 болады. Сонда x-іміз 5-тен үлкен болады екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 4x қосылған 2 үлкен 3x қосылған 1. 4x-тен 3x азайтатын болсақ, x кетен болады үлкен 1-ден. Так, 1 минус 1 болады екен. X саны үлкен минус 1 санынан. Келесі алтыншысын шығарайық. 6x қосылған 1 кіші 2x қосылған 9. X-тәрді бір жаққа жинастыратын болсақ, 4x кіші 8 болады. Ал x-тің нәтижесі x саны кіші 2 санынан болады екен.